Құрметті оқырмандар, бүгін сіздермен пистолет жаттығуын жасаймыз. Бұл да бір өте пайдалы жаттығудың бір түрі. Қазір міне осылай 4 тағандап тұрады. Енді қазір бұл жаттығуда, қазір мен айтып отырамын ортасында, оң қол, сол қол, оң аяқ, сол аяқ. Бала оң солда ажыратады. Жақсы, орнына қоямыз. Енді оң қолмен оң аяқты созамыз. Бұл бұлшық еттердің созылуына, кеңістікті бағдарлауына, оңды солды білуіне. Жақсы. Келесі сол қолмен сол аяқты созамыз. Шыдап тұрамыз, созыламыз. Жақсы, орнына қоямыз. Енді оң қол, сол аяқ. Жақсы. Теңселмейміз. Келесі сол қол, оң аяқ. Бала бұл жерде оңды солды кеңістікті бағдарлауды үйренеді. Және қолдағы бұлшық еттердің дамуына өте жақсы әсер етеді. Орнына қоямыз. Енді қазір мен санаймын, сол бойынша тұрамыз. Қазір оң жақпен тұрамыз. Оң қол, оң аяқ созамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Орнына қоямыз. Сол аяқ, сол қол. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Өте жақсы. Міне осы жаттығуды балаларға жасатсаңыздар, баланың миының дамуына өте көп әсері бар.